Қайырлы күн. Қалайсыздар? Сіздерге бүгін міне духовкада балықты пісіретін боламын. Қарап баға беріп кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп осылай лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеомды соңына шейін көрулеріңізді сұраймын. Сіздерге өте қатты ұнайды деген ойдамын. Міне дайын балығымыз, аршылған көкөністеріміз барлығын осылай жуып дайындап қойдым. Міне балығымды алып қойдым алдыма. Енді кетчуп пен майонезді қосып жатырмын. 3-4 қасықтан аласыздар. Екеуін араластырасыздар. Енді міне үккішімізді алып сарымсағымызды өткіземіз. Сарымсақты осылай үккіштен өткізіп аламыз. Осылай өткізе бересіздер. Аяғына шейін дұрыстап, үгіттіп, сақтап өткізіп алыңыздар. Бұл өте маңызды. Үшінші міне сарымсағымызды өткізіп жатырмыз. 3 дана сарымсақ аршып дайындағам, соны өткізіп аламыз осылай. Енді балығымызды алып, осылай жіңішке бөліктерге бөліп, үстінен тіліктер жасап аламыз. Келесі бетінде осылай тілеміз. Тұзымызды алып, осылай тұздап аламыз. Әбден сықылап тұрып жағыңыздар арасына қолдарыңызбен. Қолдарыңызды тек қана батырып қана, өте қалыңдамай тұзды жағып шығамыз осылай. Себебі бұл тұздалмаған балық қой. Міне тұзымызды жағып болып қалдық. Енді бұрышымызды себеміз. Бұнда осылай жағып шығамыз. Бұрышымызды да дұрыстап уқалап жағып шығыңыздар.
Енді дайын болған қоспамызды үстіне жағып шығамыз. Екі жақ бетіне, іштеріне, барлық жеріне жағып шығамыз осыны. Негізі өзі балықты дәмдететін сарымсақ, сондықтан сарымсағын жақсылап қосыңыздар. Өте көп қосуға да болмайды. Барлық жеріне жағып шығасыздар осылай. Екінші бетіне де осылай жағып шығамыз. ішіне де жағып аламыз осылай. Енді дайындап қойған жуамызды осылай дөңгелектеп турап аламыз. Өте қағылмаңыздар, тураған кез кішкене қалыңырақ болған дұрыс. Қалыңдау болған. Міне қасыма противенді қойып, 3-4 қасық сұйық май құйып қойдым. Соның үстіне дөңгелектеп, дөңгелек қалпында тізіп жаза бересіздер. Енді сәбізіміз тураймыз. Сәбізімізді әрі етіп тураймыз. Мысалға бір сәбізді 8 бөлікке бөле салуға болады осылай. Өте сақтап қажет жоқ. Жалпы жасағанда өте жеңіл және үйдегі бар заттармен жасалына салынады. Өте көп заттың қажет жоқ. Картопты да осылай әрі етіп бөлеміз. Жасап көріңіздер. Мінекей, балығымызды противенге салып қоямыз. Противенге салып жатырмыз осы жерде. Енді картоп пен морковты орналастыратын боламыз. Морковтарымызды жаңа балықтың қасына саламыз. Енді мынау картопымызды үстіне тұзын сеуіп, жақсылап араластырып аламыз.
Мінекей, жақсылап араластырып алыңыздар. Өйткені барлық жеріне бірдей тұз тиеу керек. Енді жаңағы балықтың жан-жағына саламыз. Жан-жағына бірге етіп салып шығамыз. Дайын болған балығымызды 180 градуста 1 сағатқа пісіретін боламыз. Мінекей балығымыз дайын. Енді бұның бетін осы фольгамен жабамыз. Фольгамен жапқаннан кейін 40 минутқа шейін ашпайсыздар бетін. 40 минут өткеннен кейін бетін ашық күйде пісіреміз. Дұрыстап жауып тастаңыздар. Осы фольгамен жауып атқанда духовкамды қосып қыздырып қойдым. Қазір духовкаға салатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер үйде. Сіздерге ұнайды. Жеңіл әрі тойымды тағам. Мінекей балығымыз да пісіп дайын болды. Түрі сондай керемет. Дәмі одан да керемет. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.